Адамдар кейде өзінің туған жерін табиғи ерекшеліктеріне орай тау ұлымын, даланың қызымын, қаланың баласымын деп мақтанып жатады. Мен де сол сияқты Айдынды Аралдың айбынды қызымын деп таныстырамын. Тарихы терең, Аралда тылсым бір күш бар. Олай дейтін себебім бүгінде егемендігімізді алғанда шаттанғандай арнасына толды. Ендеше Аралым, айдын, шалқарым деп қалай жырламайын. Аралым, айдын, шалқарым, құт береке өнген жері. Тарихта қалған таңбасы, көсем көңілі бөлген жері. Өз қолымменен жазылған қасиетті қаты келген жері. Дананың сөзі дем беріп, қайратқа жігер қосылып, іспенен жауап берген жері. Қалай таралын ерлердің кіндік қаны тамған жері. Ақтан батыр Жанқожа халқына қорған болған жері. Молдабайым Жетестің нұсқалы сөзі қалған жері. Нұрмағамбет Нұртуған асылдау жырын жазған жері. Жаңа берген Дариғұл Жаппар берді жан сүгірі. Аққудай даусын созған жері. Найзағайдай жарқ еткен аяулы қазақ ақына синула туып жанған жері. Әлемге болды әйгілі Әбжәміл жазған қан мен тері. Еңбектің ерлер Сейтмағамбет Балекеші, өтеген Жүсіп Әлмұрат Жүзбай Бақыт Көшербай Әбжәміл ұштап төлеген 16 еңбек ерлері. Отанға мәлім болған жері. Көк теңіздің көкжалы демеуі біздің Нарғали еліне еңбек қылған жері. Оркестрмен күй төгіп думанды талай құрған жері. Ізбасарында бар Күлімхан, Нұрғали және Темірхан шырқатып әнді салған жері. Аралым міне осындай өнермен дәулет